Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп-гимназия. Тәрбие сағаты 2 сынып, 4 тоқсан. Тақырыбы: 12 сәуір ғарышкерлер күні. Тәрбие сағатының мақсаты: XX ғасырдың екінші жартысындағы адам баласының ғарышты игерудегі жетістіктері, оның ғылыми маңызы жайында білім беру. Балалар, сабақты бастамас бұрын мен сіздерге бірнеше сұрақ қойғым келіп отыр. Балалар, 12 сәуір неліктен ғарышкерлер күні аталғанын білесің бе? Ғарышқа алғаш сапар шеккен тіршілік иесін білесің бе? Алғаш ғарышқа кім ұшты? Тұңғыш Қазақтан ғарышқа кім ұшқанын білесің бе? Осы сұрақтардың бәрін жауаптарын білетін боламыз. Балалар, жоғарыда қойылған сұрақтарға енді жауап берейік. Жерді қоршаған бүкіл дүние әлем немесе ғарыш деп аталады. Ғарышқа жол 1957 жылы 4 қазанда ашылды. Бұл күні Кеңес одағының жердің жасанды серігі ұшырылды. Бұл суретте көрсетіліп тұрылған 1957 жылы 4 қазан, жердің жасанды серігі. Ал 1961 жылы 12 сәуірде адам баласы тарихында бірінші рет Юрий Гагарин ғарыш кемесімен жер шарын айнала ұшты. 12 сәуір тарихта ғарышкерлер күні деген атпен енді. Юрий Гагарин. Лайка ғарышқа сапар шеккен әлемдегі тұңғыш тіршілік иесі. Лайка ғарышқа сапар. (1957 жылдың 3 қарашасында ғарышқа салмағы 6 келі, жасы 2 жастан асқан Лайканы Спутник 2 ғарыш кемесімен ғарышқа аттандырып жіберді. Ғарыш кемесі ұшырылғаннан кейін шамамен 5-7 сағаттан соң Лайка ғарыштағы температураның күрт артуы мен стресстің салдарынан өледі. Сынақты ұйымдастырушылар о бастан-ақ Лайканың жерге қайтып келуін күткен жоқ. Олардың жоспарлауынша Лайка ғарышта 1 аптаға жуық өмір сүру керек болатын. Кеңес одағының ғалымдары Лайкамен бірге 2 итті жаттықтырған болатын. Олар Белка және Стрелка болатын. Осынау үлкен сынақты іске асыру үшін Лайканы ұшырулардан біраз жылдар алдын ала комиссия
құрылып, нақты шараларды анықтап отырды. Кеңестік ғалымдар ғарышқа иттерді жіберген болса, өз кезегінде ақш ғалымдары сынақ жасау үшін маймылдарды пайдаланды. ақш шимпанзесі Пикабо. Адамдар ғарышқа ұшуды армандайтын, бірақ ол қолдан келместей көрінетін. Ғарышқа 1961 жылы 12 сәуір күні тұңғыш рет Юрий Гагарин ұшты. Қазақтан ғарышқа бірінші болып ұшқан Тоқтар Әубәкіров. Біз қазақ ғарышкері Талғат Мұсабаевты да мақтан етеміз. Тоқтар Әубәкіров және Талғат Мұсабаев. Мың 1991 жылы Тоқтар Әубәкіров Қазақстандық бағдарлама бойынша ғарышқа жол тартты. 7 тәулік 22 сағат 12 минут 40 секунд ғарыш кеңістігінде болған Тоқтар Әубәкіров тұңғыш қазақ ғарышкері атанды. Қазақстандағы Байқоңыр айлағының құрылысы 1955 жылдан басталып, 1957 жылы пайдалануға берілді. Байқоңыр ғарыш айлағы. Ғарыш айлағын салуға адам сирек орналасқан және өндіріс орындарынан қашық Алматы-Мәскеу темір жолының Қызылқұмнан өтетін аймағын таңдап алынды. Байқоңыр ғарыш айлағынан дүние жүзінің түрлі мемлекеттерінен 150-ден астам ғарышкерлер ғарышқа сапар шекті. Олар түрлі ғарыш аппараттары арқылы ғарышты, шағын планеталарды зерттеді. Осы жерден космос, протон, тағы басқа жердің жасанды серіктері ұшырылды. Бейбіт мақсаттарда ғылыми жұмыстар жүргізілді. Қазіргі кезде Байқоңыр халықаралық ғарыш аймағына айналды. Бұл алаңнан ақш, Франция, Үндістан, тағы басқа мемлекеттердің ғарышкерлері мен ғарыш кемелері ұшырылды. 1963 жылы 16 шілдеде тұңғыш әйел ғарышкер орыс қызы Валентина Терешкова ұшты. Валентина Терешкова. Ғарыш кемесі ұшырылған ғарыш аймағы Қазақстан жерінде Байқоңырда орналасқан. Біздің өмір сүретін ортамыз жер планетасы. Ғарыш әлемін көру үшін зымыранмен ұшу қажет. Зымыран. Зымыранмен ұшып барған ғарышкерлер ғарыш әлеміндегі өзгерістерді суретке түсіріп зерттеді. Оны жерге хабарлап отырады. Ғарышқа ұшатын ғарышкерлер арнайы киімдер киеді. Скафандр деп аталатын киім ғарышқа ұшуға лайықталған киім. Скафандр. Сонымен балалар, біз ғарыш туралы бірнеше қызық мәліметтер білдік. Енді балалар, тапсырманы орындайық.
Мен ғарышкер боламын тақырыбында сурет сал. Бейнебаянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сембек. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.